Хамрақұл мен Диана ресми ажырасып кетті. Қосылайық реалити шоуының екінші, үшінші және төртінші маусымының ардагер қатысушысы Хамрақұл Дианамен осы жолы нақты нүктесін қойып, екі жаққа кетті. Бұл туралы Хамо мен Диана әлеуметтік желідегі парақшаларында жарыса жазды. Хамрақұл өз сөзінде мынаны айтты: неге сториста жоқ дейсіздер? Түсінікте тұрған шығарсыздар деп ойлаймын. Нерві устали. Білмейм уже не айтарымды түсінбедім. Тып-тыныш отқан адамның өзі ашуына тиіп ұрыс шығарып аяғында мені кінәлап кетіп қалады. Менің и так миым ашып жүр. Қалың мал, той басқада басқа нәрселер алу керек деп. Осындайда түсініп қолдаудың орнына басқа нәрселер айтып адамның ығырын шығарып зачем? Ауылға барып келдім, үйдегілермен көп ақылдастық, осы айда той жасаймыз дегенбіз, бірақта мен тойдан қашып жүрген жоқсын немесе басқада нәрселер деген сияқты. Просто арадан проблемалар шығып қала береді. Бұл өмір ғой, енді қайтесін. Барлығын ашып сіздерге де айта алмаймын, шыны керек. Просто қандай жағдай болмасын, жеке басты ойлап ара қатынасты тоқтатуға емес, үлкен той болсын деп шырпыр боп жүрген адамдарды да ойлап қою керек қой. Диана да өз парақшасында жүрек жарды жазба қалдырды. Ол келесідей сипатталады: біз ортақ шешімімізбен тоқтаттық, ұрыс керіссіз, жылаңқымай. Менің қызғанышым басылмады, қанша тырыссам да қолымнан келмейді. Қызғанбас үшін сезім болмау керек, ал сезім бар жерде қызғаныштың өзіндік орны бар. Ұрыс керіс болса всегда екі жақтан болады. Значит, ол кісі ғана кінәлі, не мен ғана кінәлі деген нәрсе емес, екеумізден де бар. Менің жиі еститін сөзім: сен кете алмайсың. Кетсең қайтып өзің келесің деп айтушы еді. Бәрі біз ойлағандай емес, мен кеттім. Еске сала кетейік, Хамо мен Диана жұбы үнемі ажырасып қайта қосылатын. Мұның басты себебі, Хамо көрсе қызар, әр қызға секіреді, ал Диананың қызғаншақтығы олардың тез ұрысуына себеп болады. Желі қолданушыларының айтуынша, олар ешқашан қосыла алмайды. Себебі, Хамоға үйінен ешқайда шықпайтын, сабырлы, өз ісімен айналысатын, кеш келсе неге кешігіп қалдың деп сұрамайтын қыз керек. Қалай болғанда да жақын арада екі жұптың қосылуын және әрине үйлену тойын күтеміз.